Тарих сабағы. Партаға әдеттегідей оқушылар емес, ұстаздар жайғасып сабақ айтып жатыр. Алматы облыстық мамандар кәсібін дамыту институтында сатылай комплексті талдау жүйесі бойынша ұстаздарға мұндай тәжірибе сабақтары 2 апта сайын жүргізіліп тұрады. Бір келгенде 9 топтың білімдерін шыңдап қайтуға мүмкіндіктері бар. 1994-95 жылдардан бастап дүниеге келген сатылай комплексті талдау жүйесі бүгінде еліміздің бірнеше облыстарында бастауыш сыныптарда 10 пән бойынша қазақ, орыс, ағылшын және ұйғыр тілдерінде жүргізіледі. Алғашында қазақ тілін дамытудың тиімді әдісі ретінде енгізілген бағдарлама қазір ауқымын кеңейтіп, оқушылардың білімін шыңдап, деңгейін көтеру жолындағы зор үлес үшін ұстаздар тарапынан технология мәртебесін иеленіп үлгерді. Ең басты мақсаты біздің қазақ балаларына терең білім беру, ғылыми негізде білім беру. Одан кейінгі мына қазіргі күндегі ұлттық бірыңғай тестіге дайындалудың түрлі тәсілдерін іздестіріп жатыр ғой. Оған да бұл өзіндік орны бар. Одан кейін мына оқушылардың олимпиадалары бар. Біз олимпиадаға әдетте бір-ақ баланы қатыстырамыз. Ал бұл технологияда бір бала 10 пәннен 10-11 сыныптың балалары, ал орта сыныптың балалары 7 пәннен, төменгі сыныптың балалары 5 пәннен де қатысуға болады. Between the root and the ending, it has syllable harmony. The last syllable of the stem rich is hard, therefore we don't take the nasal test. Алматы облысының әр өңірінен жиналған ұстаздар қауымы болашақта сатылай комплексті талдау жүйесін енгізуді орта білім ошақтарының түгелінде жүргізу қажеттігін айтады. Және бұл бағдарлама компьютер арқылы оқытуға әлдеқайда тиімді. Оның үстіне алда 12 жылдық білім беруге көшу ісі жоспарланып отыр. Мысалы, гуманитар ойлауға бейімделген баланы соншама математикадан немесе басқа нақты ғылым салаларымен оның миын шірітудің керегіне. Керісінше нақты ғылыммен айналысатын баланы тілдік өрнектерменен оны үйретудің қажеттілігі бар ма жоқ па, қаншалықты өрнету керек. Міне осыған мәселеге келгенде, мына 12 жылдықтың алдында тұрған бір үлкен мәселе, бұл бұна бейімдеп оқыту, профильный обучение деп жүрміз, бейімдеп оқыту деген бар. Оқытудың және әр оқушының білімі мен қабілет деңгейінің тиімділігін бағалаудың бір тұтас жүйесін жасау қажеттігі жайында елбасы биылғы жолдауында сөз етті. Ал заманына қарап икемделіп, озық ойды иемденуге қажетті мүмкіндіктің бәрін жасау үшін алдымен оқушының жағдайында бірінші кезекте қарастыру қажет. Жолдаудың үкіметке таяудағы 3 жылдың ішінде ел өңірлерінде 100 жаңа мектеп салу қажеттігін жүктеуі соның айғағы. Кей жерлерде мектептерде 3 сменада оқып отыр қазір. Содан бұндай ұят нәрседен кетуіміз керек. Сол үшін осыны қадағалап отырып, тек қана сондай ауыр мәселелерді шешуге ғана бөлетін болайық. Елбасы 3 ауысымдағы мектептер жөнінде тегін айтқан жоқ. Соның бірі Алматының Қалқаман ықшам ауданындағы нөмірі 157-ші мына орта мектеп. Өңірдегі жалғыз мектеп болғандықтан ұстаздар қауымына оңай тимесі анық. 640 орындық білім ордасында қазір 1845 оқушы тәлім алып жатыр. Сондықтан тағы бір алтын ұяның ауадай қажет екенін мектеп директоры да құптап отыр. 1000-ға жуық оқушылар қаланың басқа мектептеріне барып оқуға мәжбүр болып отыр. Бірақ енді дегенменен қазір заманымыз қарқындап өсіп келе жатыр. Әсіресе мына қала әкімінің жақсы көңіл бөлуінің айғағы болуы керек. Биылғы жылдың осы 2007 жылдың аяғынан бастап жаңа мектеп құрылысы басталайын деп отыр. Жаңа мектептің тұсауы кесілсе, сахнада орналасқан мына асхана да өз орнын табар еді. Бәрі де бүгінгі жеткіншектердің қарны тоқ, көңілі көтеріңкі, білімі мықты болу үшін. Қазір әр баланы жаңағы өзінің мүмкіндігіне қарай, біліміне қарай, қабылдауына қарай жеке-жеке дамытуға бағыттап отыруымыз керек. Сол үшін балалардың өз бетінше оқуына көбірек көңіл бөлеміз, өз бетінше білім алуына. Тек қана біз соларға жаңағы түсінбеген жерлерін түсіндіріп, таба алмаған мәселелерін қайдан табуға көмектесіп, сондай жаңа қосымша координатор дейді, бағыттаушы дейді, осындай мақсатта жұмыстар істеп жатырмыз.